Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге Астана қаласының әдемі суретке түсетін орындарын көрсеткім келіп тұр. Ол жерде тек суретке ғана түсіп қоймай, серуендеп, жақсы уақыт өткізуге де болады. Міне мен қазір үйде тұрмын және сол жерлерге шығып бара жатырмын. Менімен бірге жүріңіздер, аралайық бірге. Ал біздің бірінші локациямыз ол Жетісу саябағы. Мен өзімнің туған жерім Жетісу облысы, жер жаннаты Жетісу. Сондықтан мен бірінші сол жерден бастайын деп шештім. Саябақта жүріп шаршап қалсаңыздар, мынандай міне орындыққа отырып массаж қабылдап алуға болады. 500 теңге, 4 минуты, 10 минуты 1000 теңге дейді. Көбік сияқты. Менің атым Қожа атты фильмнің мұнда бас кейіпкері Қожаның отырған мүсіні бар екен. Жетісу саябағының фишкасы бұл артымда тұрған шарын шатқалының макеті. Жетісу саябағының тағы бір нүктесі ерекше, ол мынандай кореялық бақ. Артымда тұрған үлкен темір колокол. Қараңыздар, төбесін әдемілеп, неше түрлі түсте узорлармен бояп, әшекейлеп жасаған екен. Мен өзім мұнда бірінші ретпін, ұнап тұр. Айтпақшы, бұл жерде инстаграмға арналған әдемі күшті фоткалар шығады. Нағыз топ локация. Стамбул қаласында осындай бақша бар, бірақ ол жерде Корея емес, японский деп аталады. Жапондық бақша, соған ұқсас екен. Келесі локация ол Астананың оң жағалауы. Мына бетте Астана концерт залы, қазіргі бұрынғы конгресс холл. Соған қарама-қарсы мына жерде Астана Мирвкуса дейтін супермаркет орналасқан. Бұл сонау Целиноград заманынан салынған купец Матвей Кубриннің сауда үйі болған. Қазірде бұл жерде супермаркет орналасқан. Астананың оң жағалауында қаланың нағыз ескі вайбы сезіледі. Жаңағы астаналық Мирвкуса Астана дейтін супермаркеттен былай қарай Азербайджан Мамбетов көшесімен жүре берген кезде тағы да алдымызда бірнеше тарихи ғимараттарды көрсетем. Астананың оң жағалауын сүріп келе жатырмыз. Соның ішіндегі Азербайжан Мамбетов атындағы көше. Бұл көшеде бірнеше сонау 20 ғасырда салынған ескі ғимараттар бар. Бұлар Моисеев, Кубрин секілді бай қуатты көпестері, яғни саудагерлер деп айтсақ болады. Солардың үйлері, ескі кітап дүкенін де тамашалап қайттық. Міндетті түрде барып көріңіздер. Тек суретке ғана түсуге емес, барып сол заманның тарихын сезініп келсеңіздер де болады. Біздің блогымыздың соңғы локациясы ол Президент саябағы. Қазіргі уақытта Астанада Президент саябағы үлкен аумақты алып жатыр. Біз Әлихан Бөкейхан көшесі бойындағы кіреберіс жағына келдік. Бұл жерде мынандай әдемі орындықтар орналасқан және артында фонтан. Астанада бүгін күн жанып тұр, балалар фонтанда суға түсіп жүр. Бұл жерде шиповник, итмұрын өседі екен. Ал тұңғыш президент атындағы центр, ішінде мұражай бар, сол кісіге арналған әдемі гүл, фонтан.
тамыз айының аяғы Астана өзіне ұқсамай аптап ыстық болып тұр. Адамдарды өздерінің көрпешелерін алып кеп, саябақта пикник жасап отыр. Осымен менің бүгінгі влогым тамам болды. Сіздерге Астананың ерекше жерлерін көрсете алдым деп ойлаймын. Жалпы менің YouTube каналыма да, Instagram каналыма да лайк басып жазылып кетіңіздер. Түрлі қала мемлекеттер жайлы ақпарат, саяхаттау туралы. Сонымен қатар шабытым келген кезде таңғы ас немесе басқа да тамақ түрлерін пісіріп сіздерге көрсететін боламын. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше.